Достар, менің есімім Дархан. Сіздерге международный компания Джеймин Групп компаниясының маркетинг план қысқада нұсқа түсіндіріп өтіп, артынан өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоясыздар. Жалпы Қытай елінде осылай классикалық накопительный маркетинг планды іске асыру үшін 80 миллион юан ақшаны резервный фондқа қойдыртады. Біздікімен санаған кезде 6 миллиард 250 миллион теңге ақшаны резервный фондқа қойдыртады. Плюс еще депозитный счетқа 20 миллион юан қойдыртады. Бұл жақта 6 түрлі табыс бар. Соның бірінші түрлі табысы реферальный бонус 5 линиядан түседі. 5 поколенийден түседі, достар. Бұл жақта классика плюс накопительный маркетинг планды мен бірінші рет көрдім. Осы уақытқа дейін бинар накопительный дегенді көрдім, бірақ классика накопительный дегенді мен бірінші рет көріп отырмын, достар. Енді қараңыздар, реферальный бонус 5 қатардан түседі. Бір шақырған жеке адамыңыздан емес, сіздің командаңыздың шақырып жатқан 5 линиядан түседі. Бірінші вход 26.500 теңгеге бір өнім аласыз, рефералкадан 10% түседі, за повторную покупку 10% скидка түседі сізге. Енді қараңыздар. Екінші пакет бар, 120 мыңға 144.500 теңге. Оған 5 өнім келеді, 20% рефералкадан түседі, 20% за повторную покупка скидка болады. Бірақ бір күштісін айтайын. Астыңыздан бір адам 120 мыңға тіркелді ма, сіз автоматты түрде 20%-ке көтеріліп кетесіз. Пакетіңізді ақша салып апгрейд жасап керек емес. Немесе үшінші линияңыздан бір адам 475.500 теңгеге кіріп 15 өнім алды ма, 30% рефералкадан алады ол кісі, 30% за повторную покупка скидка алады. Бірақ бір күштісін айтайын. Үшінші линияңызда тіркелген адам шақырған адам да 30%-ға көтеріп кетеді, сіз де 30%-ға көтеріп кетесіз. Демек, пакетіңізді ақша салып апгрейд жасамайсыздар. Бірінші плюсы осыдан. То есть вход доступны, екінші плюс пакетіңізді апгрейд жасамайсыз. Осының өзінен шешім қабылдауға болады, что маркетинг вообще бомба екен, түсіндікті ғой мына жерде. Енді қараңыздар. Бұл жақта бүкіл товар, өзіңіздің салған ақшаңыздан бастап бүкіл товар обороттың бәрі накопительный. Мен өзім бір аптаның ішінде 40%-ға көтерілдім. Демек, қазіргі таңда мен 26.500 теңгенің өнімін 40% скидкамен 15.000 теңгеге аламын. Бірақ товар оборот сыртқы бағамен есептелінеді. Оны да ескеріп қойыңыздар. Енді қараңыздар. 60%-ке 51 миллион 500 мың теңге товар оборот накопительный жиналған кезде сіз 60%-ға шығасыз. Сондықтан жеке шақырасыз, енді 60%-ға шыққаннан кейін тағы бір личник шақыратын болсаңыз, сіз әр шақырған адамыңыздан рефералкадан 60% аласыз. Демек, екінші линияңыздан разницасын аласыз. То есть шақырған адамыңыз 26.500 теңгеге тіркелді, например, соның 60%-ы сізге түседі, ол 10%-тікте. Енді бұл кісі адамын шақырған кезде оған 10% түседі, сізге 10 мен 60-тың арасында 50% разница бар ғой, 50% сізге түседі. Күштісі осыдан. Енді қараңыздар. Сіз 60%-ке шыққаннан кейін, бір себептен кейін, 3 айдан кейін қойды, 5 айдан кейін келіп қайтып айналып келіп жұмысты жасай бастаймын десеңіз, сіз осы 60%-те тұрасыз, дәрежеңізді түсірмейді. То есть басқа компаниялардағындай айына 15 PV-ға активация жасап тұру керек, я личниктерін жасап тұру керек деген ондай шарт жоқ. Сондықтан бұл жақта күштісі содан. Енді қараңыздар, 60%-ға қалай шығасыз? Сіз автоматты түрде екінші түрлі табыс командалық бонустан ала бастайсыз ақшаңызды. Командалық бонус бесконечно глубинадан аласыз, шексіз. То есть осындай пакетке кірсең, осыншаға дейін линияға аласың, немесе үшінші пакетпен кірсең, 4-ші линияға дейін аласың деген жоқ, достар. 26.500 теңгемен тіркелсеңіз, шексіз глубинадан сіз командалық бонус ала бересіз. Әр айдың 1-нен 30-на дейін 100 мың теңгеден бастап деп атайын, 0-ден бастап 11 миллион 200-ге дейінгі товар обороттың барлығынан сіз 2% аласыз. Ал басқа компанияда, басқа маркетинг пландарда, например, бинарда 11 миллион 200 мың теңге товар оборот бір жақ қолыңыздан өтсе, сіз ақша алмайсыз. Сізге міндетті түрде тепе-теңдік керек, равновес керек. Ал бұл классикалық маркетинг болғандықтан, бірақ қолыңыздың өзінен де 11 миллион 200 товар оборот өтті ме, 2% ала бересіз. Қой, 100 мың теңге өтсе де, 500 мың теңге өтсе де, сіз соның 2% ала бересіз. Осы 11 миллион 200-ден $1 доллар асып кетті ме, сіз уже 4% аласыз. Күштісі содан. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар. 30 миллион теңгеден $1 доллар асып кетті ме, сіз уже 5% аласыз. Демек, 60 миллионның 5% командалық бонустан 3 миллион теңге ақша аласыз, және де үшінші түрлі табыс ашылады бұл жерде. Тұрақты түрде ай сайын 375 мың теңге ақша ай сайын сізге тұрақты түрде беріп отырады. Ол 5000 юан, Бұл жақта реферальный бонус күнделіктісін күнде шешіп ала бересіз. Мынау командалық бонус айына бір рет беріледі, тұрақтылық табыс айына бір рет беріледі. Осы алғашқы үш түрлі табыстың өзінен
Мен өзім Қытайға барған кезде мықты лидерларды көрдім. Бір жыл 5 ай, 2 жылдың ішіне айына тұрақты түрде 75 миллион теңге, 150 миллион теңге ақша алып отыр. Осы бизнесті алып келіп себепші болған Үрімжі қаласында тұратын жалғыз қазақ қыз, Қытай елінде бүкіл қытайлардың арасында лидер. Сол қыз баланың командалық товар обороты 8-9% алып отырады. Акция промоушен кезінде 13%-ке дейін шыққан кісі. Жаңа ғана біз сөйлескен кезде соның барлығын айтқан. Енді қараңыз, 180 миллион теңгенің 8%, 14 миллион 400 мың теңге ақшаңызды алып отырасыз командалық бонустан. Плюс ай сайын тұрақты түрде сізге 750 мың теңге ай сайын тұрақты түрде беріп отыр. Көрдіңіздер ме? Күштісі сода. Бұны өздері тұрақтылық табыс деп атайды. Демек, қайталап айтамын. 6 түрлі табыс болса, соның бірінші түрлі табысы реферальный бонус. То есть 5 линиядан түседі, өздері айтады, 5 ұрпақтан түсетін табыс деп атайды. Екінші командалық бонус бесконечный глубинадан ала бересіз. Үшінші түрлі табыс тұрақтылық табыс деп атайды. Міндетті түрде сіз командалық товар оборотыңыздан бөлек ай сайын тұрақты түрде сіз осы ақшаларды алып отырасыз. Демек, 8%-тен 1% төмен түсіп кетсе 7%. 130 миллион теңгенің 7% аласыз командалық бонус. Бірақ 750 мың теңге тұрақтылық табыс емес, 375 мың теңге тұрақтылық табысты алып отырасыз. Күштісі сода. Енді мына жаққа тоқталайық. Бұл жерде командалық товар обороттың разницасы. Сіз 13%-ке шықтыңыз деп атайды. Командаңызда сіздің астыңызда командалық бонусқа шыққан лидерлер бар. Біреудің командалық товар обороты 11 миллион 200 мың теңге, одан 2% алып отыр. Бір командаңыз 4%, бір командаңыз 5%. Сол арасындағы разница сізге түсіп отыр. Енді матчинг бонусқа тоқталайық. То есть чека деп аталады. Өзіңіз 13%-ке шыққаннан кейін астыңыздағы бір лидеріңізде 13%-ке шықты ма, сіз автоматты түрде ол кісінің тапқан табысынан 30% алып отырасыз. Бинарный маркетинг планда матчинг бонус только бинардан қанша тапты, содан ғана матчинг бонус есептеледі. Ал көп бинарный маркетингтарда повторный заказ 10 линиялық классикадан өтеді. Бинардан өтпейді. Сол себептен де мен айтатыным сол. Матчинг бонус көп маркетинг, бинарный маркетингтар қазір одноразовый. Потому что повторная покупка классикадан өтетін болған соң, ол бинардан есептелмеген соң, матчинг бонус уже есептелмейді. Ал бұл жақта бірінші заказыңызда, повторный заказыңызда классикадан өтетін болған соң, матчинг бонус бұл жақта тұрақты түрде түсіп отырады. Енді қараңыздар, матчинг бонус екінші линиядан да алу үшін сіз бұл жақта уже товар оборотыңыз 600 миллион теңге болу керек, және де 60%-ке 4 личныйыңыз шығу керек. Бірақ ол мына жерде көрсетіп жүрміз, мына жерде ол накопительный болғандықтан бұл жаққа 2-1 шығады. Мен өзім 40%-ім, мен бір лидерімді 40%-ке шықты, 3 лидерім 30%-те. Демек, бұлар накопительный болған соң бұл жаққа шығу біз үшін қиындық тудырмайды, достар. Түсінікті ғой. Енді қараңыздар, 4 линиядан матчинг бонус алу үшін 8 личныйіңізде 60%-ке шығу керек. Оны тағы да қосып айтам, ол накопительный болғандықтан бұл ешқандай қиындық тудырмайды. Енді қараңыздар, компанияның плюсын айтайын. Біріншіден ход доступны, екіншіден пакетіңізді апгрейд жасамайсыз, үшіншіден классика накопительный, то есть 60%-ке шыққанша сіздің бүкіл товар оборотыңыз накопительный. Төртінші, бинар секілді тепе-теңдікті күтіп отырмайсыз, матрица секілді бөлінгенін күтіп отырмайсыз, то есть товар оборотыңыздың барлығы есептеліне береді. Активацияны басқа компанияда сен табыс тапсаң да, таппасаң да ай сайын активация жасау керек. Немесе астыңыздағы личниктарыңыз жасау керек деген условия бар. Ал бұл жақта қалай? Бұл жақта табыс тапқаннан кейін барып активация жасайсыз. Ол қалай? То есть сіз тапқан табысыңыздың 10% депозитный счетқа түсіп отырады. Например, осы аптада 200 мың теңге табыс таптыңыз, соның 180 мың теңгесін шешіп алдыңыз, 10% 20 мың теңге депозитный счетқа түсті. Мен жаңа айттым, сіз ол кезде 30% скидкада болу мүмкінсіз. 26.500 теңгенің өнімін 18.500 теңгеге алып отырсыз, демек манағы депозит счетқа жиналып қалған ақшаға сіз уже скидкамен сол өнімді ала бересіз. Бірақ товар оборот сыртқы бағамен есептелінеді. Бір күштісі сол достар. Сондықтан достар, бұл жақта маркетинг план, бүкіл маркетинг пландарға қарағанда өте маржинальны. Жалпы есептей білген адамға кеңінен алып көрсетеді. Жалпы есептей білген адамға достар, цифр адамды еш уақыт алдамайды. Сондықтан маркетинг план өте күшті. Бізге қазіргі таңда бүкіл қалада мықты лидерлер керек, есептей алатын, маркетингпен айналысқан мықты лидерлер керек. Солармен талқылап отырып, маркетинг план талқылаймыз. Қай қаладан лидерлер шығады, сол қалаға біз қазіргі таңда қатты поддержка беруге дайынбыз, достар.
видеороликтің астында описаниеде міндетті түрде телефон номері жазылып тұрады, сондықтан бизнесті бірге бастауға шақырамыз.